Сәлематсыздар ма? Мен Жаяу Мұса атындағы Ақсу жоғары көпсалалы колледжін оқытушысы Қожанова Жазира Ирсайынқызы. Мен сіздермен бүгін концертмейстер классы пәні бойынша сабақ жүргіземін. Сабағымыздың тақырыбы қазақ вальсінің королі Шәмші Қалдаяқов. Сабағымыздың мақсаты Шәмші Қалдаяқов туралы мағлұмат беріп, композитордың шығармаларымен таныстыру. Шәмші Қалдаяқов аса көрнекті сазгер, ән жанрының әйгілі майталманы, Қазақстан мәдениетіне еңбек сіңірген қайраткер. Осы заманғы қазақ эстрадасының негізін салушылардың бірі, қазақтың халық әртісі. 1956-1962 жылдары Құрманғазы атындағы мемлекеттік консерваторияда Великанов класында оқыды. Шәмші әндері ғажайып саздылығы мен сылдырап аққан бұлақ суындай тап-таза сыңғыры мен лирикалық назылығымен ерекшеленеді. 2006 жылы елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың жарлығымен Шәмші Қалдаяқовтың Жұмекен Нәжмеденовпен бірлесіп жазған «Менің Қазақстаным» әні мемлекеттік әнұран ретінде бекіді. Ән өмірінде жарық жұлдыздай сәуле шашып, айрықша із қалдырған күллі қазақ халқының ұлттық мақтанышы айналған Шәмші Қалдаяқовтың қазақ халқына сіңірген еңбегі орасан зор. Туған жерінің әрбір қуанышы мен шаттығына ән болып, жыр болып төгілген, шашу болып шашылған. Шәмші жүрегі, шәмші тілегі, шәмші әуені үнемі халқымен бірге. Сағыныш пен сағымға айналған асыл ағаны ән әлемі, ақ тілектің, тәтті үміттің құсына балап, бүгін қазақ вальсінің королі Шәмші Қалдаяқов деп атаған. Шәмшінің 300-ге жуық әр әнінің өзіне тән туу тағдыры бар. Оның ғажап шығармашылығы ұлттық мәдениеттің тамаша көрінісінің бірі. Халық Шәмшіні қазақ вальсінің королі деп бекер айтпаған. Оның көптеген әндері вальс ырғағына жазылған. Шәмшіге бірі аға, бірі іні болып ән арнаған Мұқағали Мақатаев пен Мұхтар Шахановтың арнаулы өлеңдері де бар. Аспаннан қазақтың ән боп ұшқан, дара туған дарын Шәмші Қалдаяқовқа 83 өлең арналыпты. Қазақтың Шәмші ағасы ән ағаға айналып барады. Шәмшінің әндері әртүрлі характерлі болып жазылған. Мысалы, туған ел, туған жерге арналған әндері көгілдір көкше, мойын құмда, арыс жағасында, ақерке ақжайық болса, ал махаббат тақырыбына жазылған әндері де жеткілікті. Олар ақ маңдайлым, ақ бантик, сұр сұлуы, қайықта, тағы басқалары. Бүгін біз Шәмші ағамыздың ерекше жазылған әр адамға белгілі әні «Арыс жағасында» әнімен танысамыз. «Арыс жағасына» әнінің шығу тарихына тоқталып кетсек, Шәмшінің «Арыс жағасына» әнінің жазылуына көшеде кездескен жігіт себеп болыпты. Күллі қазақ халқы зор сүйіспеншілікпен іліп әкеткен осы әнді радиоға өткізу Шәмшіге зор қиындыққа түсті. Радионың музыкалық кеңестің мүшелері бұл әнді тыңдап болып, ой, бұл да вальс екен, тағы да ұқсастық бар, ән секілді емес деп қабылдамай қояды. Әндің табиғатын шын түсінген, оның зор болашағы барын бірден сезген Ескендір Хасанғалиев пен Нұрғали Нүсіпжанов кеңеске өз сөздерін өткізе алмағаннан кейін, екеуі шығып кетіп, музыка жазатын студияға барады. Онда барып, Арыс жағасындағы әнін дуэт болып жарты сағат ішінде шырқатып қоя береді. Бұл әсем әнді естіген радио қызметкерлері студияға түгел жиналып қалады. Бұл ән радиоға осылайша зордың күшімен Ескендір мен Нұрғалидің азаматтылығы арқасында қабылданыпты. Арыс жағасында әні Шәмші үшін сол күні туып еді. Енді әнімізді домбыра аспабының орындауында естіп көрейік. Өзіңмен арыстан, бойымда таныстан, жайнаған гүлдей құрбым сен, жағада тұрдың сен. Жаз еді күлгімдей, қайдасың бұл күнідей, сенсіз де бармадым, сыр бойын шараладым. Шәмші ағаның әндері жүрек терді тербеді, көңіл
жаңғырып болашаққа беттеді. Жақсы әндердей мәңгілік ұрпақтарды таң қылып тозбасын тарих беттері деп Шәмші Қалдаяқов туралы сабағымызды аяқтаймыз. Үй тапсырмасы: Шәмші әндерімен танысу, берілген әнді сөзімен талдау. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.